Елмен бірге қайғырдым. Белгілі әнші Дилназ Ахмадиева тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған Салтанат Нүкеноваға арнап ән шығарды, деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Бұл туралы ол өзінің Instagram парақшасында жазды. Ән «Кеш» деп аталады. Ол өзінің парақшасында Салтанат Нүкенованың жағдайы өзіне қатты әсер еткен, жүрегін тербеткенін жазды. Мен бұл жантүршігерлік трагедия туралы бүкіл елмен, бүкіл әлеммен бірге білдім. Бірге жыладым, ұйықтамадым, уайымдадым, дұға еттім. Бірақ менің қолымнан келгені ән жазып, Салтанатқа арнау болды. Айтбек Амангелді, барлық үшін көп рахмет. Мен сіздің отбасыңыз үшін бұл жағдайдың қаншалықты ауыр екенін елестете алмаймын. Баршаңызға денсаулық, күш-қуат тілеймін. Ән халықтың жүрегіне жетеді деп сенемін, деп жазды ол. Ал «Кеш» әнінің авторы жас композитор Арлан Қабидуллаев. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.